бір топ қызметкерлермен, орынбасарларымен, басқарма басшыларымен осында келіп отырмыз кездесуге. Ондағы басты мақсат сіздермен тікелей осындай пікір алмасуда сол қазіргі жүргізіліп жатқан еліміздегі саясат түсіндіру, біріншіден. Екіншіден, істеліп жатқан шаруаларды баяндау, облыс көлемінде, аудан көлемінде жаңағыдай өзекті мәселелер болса, оларды талқылау, солардың шешу жолдарын өздеріңізбен бірге іздеу. Содан кейін жаңағы шешілетін мәселелерді осы жерде айтып, тапсырмаларды беріп, толыққанды, былайша айтқанда, кері байланыс орнату. Осы мақсат бізде. Жаңа мына жерде көріп отырсыздар. Гранттар беріп жатырмыз. 500 мыңнан 1 миллион 200-ге дейін. Мына жұмыс орнын көбейтетін тиімді жолы сол. Кіші және шағын бизнесті көбейту. Енді газ мәселесі. Кейбір ауылдарға жетпей жатыр әрине, оны бәрін істейміз.